Сендер сопылық дейсіңдер. Мгм. Сопылық ұстанасыңдар. Суфизм деп айтасыңдар, арыстан баб дейсіңдер, қожа ахмет яссауи Мгм. дейсіңдер. Сол Мгм. ата баба жолын ұстану керек дейсіңдер. Мгм. Бірақ та пайғамбар сопы болды ма пайғамбар? Мгм. Пайғамбардың кезінде сопылық Мгм. деген ілім болды ма? Мгм. Пайғамбар қай сопылықты ұстанды мысал үшін? Деген Мгм. секілді Мгм. сұрақтар келеді Мгм. кейбір бауырларымыз тарапынан. Мгм. Осыған тоқталып өтсек, пайғамбарымыз заманында Мгм. сопылық болды ма? Болса ол қалай Алейкум болды? ассалам. Қалай қалыптасты? Немесе ол Ассалам. кітап күйінде қалыптаспаса да ол қалай Мгм. сахабалардың өзара сопылық медресе қалыптасты ма? Сол жөнінде бір айтып өтсеңіз, Данияр ұстаз. Мгм. Бірінші сопылық деген не? Соны кірсек. Сопылық дегенде бірінші жауап берсе. Сөз А, қайдан шыққан? Иә. Мгм. Бұндай сөз пайғамбарымыздың Иә. алейхиссалату вассалам заманында болмаған. Мгм. Бұл термин. Мгм. Енді ғалымдарымыз бұл сөзге байланысты әртүрлі пікір айтады. Сопылық деген суф, жүн деген сөзден шыққан дейді. Мгм. Өйткені ол әуел баста осылай тәркі дүние дейді. Мгм. Тәркі дүние дейді. Мысалға, Мгм. жақсылыққа бет бұрып, Мгм. құлшылыққа ден қойып, ықыласқа ден қойып жүрген адамдар осындай жүннен Мгм. тоқылған киімдерді киетін болған. Сондай Мгм. топты немесе сол тарапына басымдылық берген Мгм. топты осылай атаған дейді. Екіншісі жоқ дейді. Ол сөзден шыққан жоқ дейді. Мгм. Софылық немесе суфия деген сөзіміз әхл суффа дейді. Сира кітаптарында өзіміз білетіндей, пайғамбарымыздың алейхиссалату вассалам мешітінің жанында Мгм. суффа асхабы деп айтады. Суффалықтар, Мгм. сахаба кісілер. Ол жерде ғалымдарымыз айтады, 70 пен 400-дің арасында сахаба кісілер болған. Олар жұмыс істемейді. Мгм. Жұмыс істемейді. Тек сол пайғамбарымыздан алейхиссалату вассалам жанында болу мақсатыменен, ілім алу мақсатыменен Мгм. өздерін сол Мгм. осындай жолға арнағандар. Сирада келгенде, оның ішінде Мгм. мысалға сахабалардың бірі Абу Хурайра болған. Мгм. Осы сөзден шыққан дейді. Әхл суффа дейді. Мгм. Бұл бірінші. Екінші көзқарас, суфия деген сөзіміз жаңағы сафа деген сөзден шыққан дейді. Таза деген мағына араб тілінде. Мгм. Яғни нәпсіні тазартуға әрекет етушілер. Мгм. Өйткені жан дүние тазалығы, нәпсі тазалығы, Аллаға деген ықылас қою сол мағыналарға сай келеді деп. Басқа да көзқарастар айтқандар бар. Мгм. Термин ретінде бұл пайғамбарымыздың алейхиссалату вассалам заманында болмаған. Суфия деген. Бірақ кейбір ғалымдарымыз кітаптарда келтірген. Мгм. Табиғиндердің заманында бұл сөз қолданыста болған дейді. Суфиян ас-Саури деген үлкен Мгм. табиғин дейміз. Сол үлкен хадисші ғалымдардың бірін айтқан сөзін келтірген дәлел ретінде. Мгм. Абу Хашим суфи болмағанда мен рияның өте нәзік тұстарын білмейтін едім дейді. Рияның өте нәзік тұстарын мен білмейтін едім дейді. Ол сөз қолданыста болған. Қолданыс болған, иә. Енді ол терминде тұрған негізі үлкен проблема жоқ. Сопылық дейміз ба, немесе тасауф дейміз ба, немесе ихсан дейміз ба, адамдарға енді қабылдауына жақсырақ болу үшін мүмкін енді сопылық немесе тасауф деген сөзді қолданбай, орнына ихсанды қолдансақ, немесе тәзкиятун нәфс, нәпсі тәрбиесі деп. Өйткені Құран кәрімде тәзкия деген сөз өте көп келген. Өте көп аяттарда юзакикум, сендердің жандарыңды тазалайды деген аяттар маған өте көп келген. Бұл енді барлығы термин болғанмен мағынасы бір. Ол жаңа Аллаға шынайы құлшылық қылу, кемел болуға тырысу деген сияқты. Пайғамбарымыздың алейхиссалату вассалам заманында сопылық деген нәрсе болды ма? Сопылықтың енді мағыналары айттық қой жаңағындай. 2000-нан асатын анықтама бар. Ол анықтамалар енді жан дүниеңді тазарту, Аллаға деген ықылас қою, ақыретке ұмтылу, осы мағыналарда жүреді. Сол анықтамалардың өте көп бөлігі бір-біріне ұқсас, бірақ әртүрлі үлкен, әр заманда, әр жерде өмір сүрген ғалымдар осылай анықтамалар берген. Осы анықтамалардың әрқайсысына жеке-жеке қарап шығатын болсақ, бұл сипаттар пайғамбарымыздың ұстаған сипаттары. Егер мағына тұрғысынан осы анықтамалардан бүйтіп баратын болсақ, пайғамбарымыз ең бірінші соп адам болған. Алейхиссалату вассалам. Неге? Өйткені пайғамбарымыз кемелдіктің барлығын пайғамбарымыз істеген.
мұсылманға жақсылық қалау, адам баласына жақсылық қалау, Аллаға ықылас қою, жаман мінез құлықтардан таза болу. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өзі бастаған жоқ па енді үмметіне жаңағыдай жақсы нәрсені өйтіп жақсы сипаттардың барлығын пайғамбарымыз өзі амал еткен және кемелін орындаған. Пайғамбарымыздың алейхиссалату вассалам деңгейіне ешкім жете алмайды осы кемелдік тұрғысынан. Осы мағына тұрғысынан қарайтын болсақ, ең әуелгі сопы адам пайғамбарымыз пайғамбарымыз ең сопылықтың негізін қалап беріп бастап өзі сол нәрсені көрсеткен. Көрдіңіздер, құрметті көрермендер, ең алғашқы сопы ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ұстаз, алып қосарыңыз? Бір ұстаз сөзін бір қорытындылай келе, шынымен де мына пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заман кезінде жаңағы шынымен де осындай терминдер болмады дейді ғой, сопы болмаса басқа. Ол терминдердің болмауына тек сопылық терминдері ғана емес, ақиқатында жаңағы кәләмші, басқа саланың да терминдері болмады ғой. Болмаған. Ол біраз пайғамбар саллаллаху уақыттан кейін табиғиндардың кезінде осындай салалардың мамандарын бір ерекшелеу мақсатында бөліп жару, ондай бір түсіндіру үшін қойылған, пайда болған терминдер ғой. Бірақ бір нәрсенің пайда болу, ол нәрсенің бір мүлдем жоқ нәрсе деген емес қой. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жалпы тарихын қарайтын болсаңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әрбір сахабасына жеке рухани тәрбие беру арқылы әрбір сахабасы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан тәрбие алған. Сол тәрбие алу әдіснамасын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін, сахабалар дүниеден өткеннен кейін табиғиндер, атбаъ табиғиндер сол әдіснамаға сүйене отырып әртүрлі мектептер қалыптасқан. Сіз жаңа сұрадыңыз, ол мектептер болды ма деген кезде. Мектептердің бастауы барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманында болады, бірақ ол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әрбір сахабаға жеке индивидуалды тұрғыдан әр сахабасын тәрбиелеген. Абу Бәкірға жасалған, орысша айтқанда подход дейді ғой, әдіс Омар радиаллаху анхуға жасалатын әдістен бөлек болған. Өйткені әрбір адамның өзінің табиғи болған бір ерекшеліктері бар. Ақлақи ерекшелігі, темпераменттік ерекшеліктері болады. Соның барлығын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің керемет сипатымен сезе білген, соның барлығын білетін болғаннан кейін әрбір сахабаға жеке подход жасау арқылы осы болашақта мектептердің, тарихаттардың әртүрлі сан алуан болуын осы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осылай негіздеп кеткен. Сондықтан әрбір сахабаның өміріне қарайтын болсақ, әрбір сахаба өзі ерекше пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам рухани тәрбие алған. Енді біз секілді қарапайым жамағат осы сахабалардың өміріне қарау арқылы мен қай сахабаға ұқсайды екен, менің тәрбиелену жолым қай сахабаның тәрбиелену жолына ұқсайды екен деген мақсатта әр адам өзіне пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жанында болған сахабалардың методологиясына өзіне ұнамды осындай бір жол таба алады. Және сол арқылы Алланың разылығына осылай тәрбиеленеді. Сондықтан біз сахабалардың әртүрлі болуының арқасында бізде де осындай әртүрлі есіктер бар, мектептер бар. Сол мектептердің арқасында ол мектептер барып пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзіне тіреледі, ал мектептер былай жайылып, әрбір мектептің өзінің бір ерекшелігі бар. Бір мектептер Омар радиаллаху анху секілді өте нақты бір талаптарды қояды. Кейбір мектептер Осман радиаллаху мінезіне қарасаңыз, Осман радиаллаху өте жұмсақ кісі болған ғой, өте жұмсақ. Ол кісіге жасалған әдіс Омар радиаллахудан ерекше болып, кішкене жұмсақтыққа адам тәрбиелеген кезде өзі табиғатынан жұмсақ адамдарға осы Осман радиаллаху қолданған әдіснаманы қолданса, керемет өзіне жақын болады. Өйткені адам өзіне жақын емес нәрсені қалай қабылдайды? Жақын болмаған нәрсені қабылдау да қиын болады. Сондықтан бұның бәрін білген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бәріне бір шаблонмен тәрбие беруге болатын еді ғой. Болды сахабаларым бәрін былай тәрбиеленесіздер. Яғни сопылықта арнайы бір ғана метод жоқ. Метод жоқ. Кейбір адамдардың өзі табиғатына сай қаттылықпен өзін тәрбиелеуге. Ол адамдарға сол табиғатына, нәпсісіне соны өзін тану арқылы өзінің осындай әдіс екенін тани алған. Сондықтан тасауфтың бір негізгі алғашқы қадамдардың бірі ол адамның өзін бірінші танып алу. Өзі қандай типтегі мен адам, маған қандай жол Алла тағаланың разылығына жеткізетін, мен қандай жолды тапсам екен деген өзін тану арқылы біледі. Енді осы адам оқырмандарды ойына келді деп ойлаймын, мен ойыма келіп тұрды. Адам өзін қалай таниды енді, өзінің қандай типта екендігін. Ол осы
тасауфтағы жаңағы дұрыс ұстаздың жанына еру арқылы дұрыс ұстаз сіздің мынау осы жолды өткен дұрыс ұстаз сіздің жүрісіңізден, сіздің сөзіңізден, сіздің әміріңізден, сіздің адамдармен жасаған қарым-қатынасыңыздан, тіпті сіздің құлшылықтарыңыздан сізге бірден мынау медицинада диагноз қояды ғой бір ауруға. Дәл сол секілді тасауф ілімінде, сопылық ілімде осындай диагноз қоя алатын өте білікті ұстаздар болған. Сол ұстаздар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ұстанған әдісіне сүйене отырып осылай диагноз берген да. Сондықтан сіздің өзіңізді тану осындай ұстаз арқылы және өз-өзіңізді толықтай мына ұстаздардың, ғалымдардың еңбектері арқылы жайлап өз-өзіңізді біліміңізді арттыру арқылы өз-өзіңізді танисыз. Машалла, бізде фихта да өзіңіз де білесіз, мазхабтар пайғамбарымыз кезінде қалыптасқан жоқ қой. Қазіргі таңда 4 мазхаб бар бәрімізге белгілі деген секілді. Бірақ осы 4 мазхаб пайғамбарымыз кезеңінде болғанда аталып түрі түстелмесе де деген секілді. Яғни дәл сол секілді бізде өзім білетін екі үлкен мектеп бар сопылықта, Шайбани мен Нақшбани тариқаты деген секілді. Бұл да мысалы үшін мен білуімше Нақшбани тариқатында кішкене ол жұмсақтыққа негізделетін секілді. Яғни адам өз-өзін танып деген секілді, өзің жаңа сіз айтқандай подкасттан алдын сөйлескен кезде айттыңыз ғой, өзім мәмілеге келіп деген секілді, нәпсісімен сөйлесіп деген секілді айтқанда. Ал Шайбани тариқатында кішкене ол не бар дейді да, қаттылықпен өзін тәрбиелеу деген секілді. Яғни осы біз айта аламыз, мына Шайбани тариқаты мен Нақшбани тариқаты пайғамбарымыз кезеңінде болған. Сәйкесінше Нақшбани атауы болмаса да, ол практикалар болған. Атауы болу шарт емес. Яғни Абу Бәкір радиаллаху анхуға барып не тіреледі. Ал Шайбани кімге барып тіреледі сонда? Бәрі сахаба кісілерге тіреледі. Қай сахабаға? Нақты бар ма ол жайлы айтып? Имам Аш-Шазили көбінесе Абдулла ибн Аббасқа көп жағдайда тіреледі, және Али радиаллаху анхуға көп тіреледі. Али радиаллаху анхуға тіреледі. Ол кісінің табиғаты өзі сондай табиғаты, адам өзі табады ғой сол табиғатына сай. Бізде сол ғой, қарапайым жамағаттың адамдардың несі, бүкіл адам бірдей болу керек деген. Мысалы үшін біреу жұмсақта табиғаты, бір енді бір қатты бір адамды көретін болса, бұл тақуа емес, Алладан алыстап қалған адам деген секілді қабылдайды. Демек ол қате түсінік деген секілді.